Милет телеканалында кеше айтқан күннің әсас әдеселеріне хаберлер информацион қызметі екінші. Селам алейкум сайғылы серджілер. Студияда мен Фадиме Сейтмаму Чалшам. Ве бүгін біздің мұғберлеріміз бойле әдеселер ақында тариф әтем. Девлет комитетінің рейсі Заур Смирнов гражданларны қабыл етті. Нефақачыларының эпысы нефақаға қошма 5000 рубле тазминат алacaklar. Буллюр адлы Қырым мұсылман қадынларының жемат бірлешмесі баланы қуандырмақ севаптыр адлы уч акция өткерді. Бұ ведігер вақаларны хаберлер информацион программамызда сейір етіңіз. Дональд Трамп Америка Қошма Штатларының сайланған президенті статусында бірінші матбуат конференциясыны кечірді. Президент тышқы вейшкі саясет ақындаки суалерге жауап берді. Ғалип шыққанынан берлі бірінші ресми матбуат конференция девамында Нью-Йоркта журналистлер Трампқа Русия елі кележек мұнасебетлер ақында бір талай суалер берділер. Жауап оларақ Дональд Трамп білдірді ки о Русия Федерациясының президенті Владимир Путин елі мұнасебетлеріні ейлештірмеге ве Москва елі бераберлікте терроризмге қаршы күреш алып бармаға үміт әте. Если Путин симпатизирует Трампу, я считаю, что это скорее для нас плюс, чем минус, потому что у нас сейчас ужасные отношения с Россией, и при этом помощь России нужна нам для того, чтобы бороться с ИГИЛ. И при этом бороться с ИГИЛ очень сложно, потому что ИГИЛ и был создан нынешней администрацией США. И теперь нужно эту проблему решать. И если Путин симпатизирует Трампу, друзья мои, это плюс, это выгода для нас, а не минус. Я не знаю, удастся ли мне наладить хорошие отношения с президентом Путиным. Может быть и удастся, но есть вероятность того, что не удастся. Бүгін миликлер ара мұнасебетлері ве сұрғын олған гражданларының ішлері бойынша Девлет комитетінің рейсі Заур Смирнов гражданларыны қабыл етті. Мұнда ярымадамыздың чешет көшелерінден инсанлар тешриф бұйырдылар. Насыл суалер мұзакере олғаны ақында Абдулла Аджосман біле. Ең сық суалерден бірі мескен еле темеллену болды. Қабыл черчевесінде Заур Смирнов проблемлерінің чезілу фиоларыны тапмаға әрекет етті. Мы обращались по поводу получения нашей семьей, многодетная семья, 5 детей, получения жилья. Вот. На сегодняшний день эта проблема решилась в этом отношении, поэтому я, конечно же, благодарен, что учли, что у нас 5 детей и помогли в решении нашего жилищного вопроса. Хайдар Катияровның қорантасы ел Ялташ ерінде өткерілген ярмалықта іштірак етіп, яшайышқа пара қазына еді. Ләкин шымды қоранта проблемаға раст келді. Ерлі әкимет мәлім олмаған себеплерден Хайдардың қорантасына ярмалықта оз малыны сатмаға ясақ етті. Бұл мәселені чезмек мақсады еле Қарти Девлет Милетлері комитетінің рейсіне Заур Смирновға yol алды. Біз Абу Ялтаның ярмаркасына барып, базара кезім күн көрердік. Бер отырыр яқын. Sonuçta bu yarmarkaya başka administratif oldu da bizi yarmarkaya koymadı. Koymadan sonra kıynaldık da ben işte şu prozbanen beraber sana priyama geldim. Проблеманы чезмек için Заур Смирнов Ялта мемориетіне телефон açtı. Mesele niye çözüldü? Ақсақал итiraaf etti. Bu problemаны oz күчиле çözmek için onun çok vakti ve kuvveti ketti. Neticesi pek yaxşı oldu. İşte kabul ettiler, anladılar, zvanok açtılar, yol açıldı. Zeleный свет derler Rusça. Devlet Milletleri Komiteti'nin reisi Zauр Смирнов 2016 senenin yekunlerini çekken vakit kaydetті ki suallerinin ekseriyeti yer ve mesken ile bağlıydı ve bu meseleler çözüldü. Kırım'ın çeşit rayonlarında dekabr ayında 97 Kuranta yanı evlerin sahipleri oldular ve endi bu ay devamında da 24 Kuranta evlerin anahtarlarını elde edecekler. Federal programma boyunca mesken kuruculuğu devam etti. Devlet Komiteti ile kabul etuv gражданларны rahatsızlagan meselelerinin çözülüğü için büyük bir imkandır. Не все сразу вопросы решаются. Если возможно, решаем на месте. Если нет, значит выстраиваем какую-то дорожную карту пошагово. Если вопросы не нашей компетенции, тогда даем советы, консультации, уже направляем в другие учреждения для того, чтобы в этих учреждениях решались конкретно поставленные задачи. Kaydetmeli ki Devlet Milletleri Komiteti reisinin şahsi kabulları ayda 2 kere geçirildi. Abdullah Aджосман, Edem İsmailov, Millet için.
Владимир Путин Россия Федерациясы прокуратура органларының қадимлеріні 295 еллық іле қайырлады. Ол қайырлав нұтқында президент қайдетті ки девлет, жемиет ве гражданларының менфатларыны қорчыламақ прокуратура органларының фалиетінде ең мұйым йонелеш оларақ қала. В наши дни государство и общество заинтересованы в эффективности работы прокуратуры. Реакция прокуроров всех уровней на несоблюдение закона, на нарушение прав и свобод людей должна быть незамедлительной и действенной. Только тогда ваш труд получит заслуженную высокую оценку тех, для кого мы все и работаем, граждан России. Нужно всегда помнить, для выполнения своих профессиональных обязанностей прокуратуре даны очень широкие полномочия. Статус вашего ведомства имеет под собой и конституционную основу. Нефақачыларының эпосы нефақаға қошма 5000 рублей миқдарында тазминат алажақлар. Бұл уақытта Русия нефақа фондының матбуат қызметі хабареті. Мұхбиріміз Мавиле Юб Қырым бойынша Русия Федерациясы нефақа фондының бөлігінде болынып, бұл қошма сермияның тәфсилатларыны сұраштырды. Бұл сене январдың 13-ден 28-не қадар нефақачыларға 5000 рублей миқдарында тазминат төленecek. Бұл вақыт девамында сермияны нефақачылардың эпісі әлді етмек кереклер. Акимет бұл төлефелі 2016 сенесі нефақалардың индексациясыны денештірмек қарарыны қабыл етті. Нефақа фондының хадимлер айтқанларына көре, параларының yollanılığından проблемалар olmayacak ve январдың sonuna әрбір нефақачы бұл параларны алыр. Правительство было поставлено задача. Үкімет тарафından сермияны тапмақ вазифесі қойылды. 2016 сенесі индексация кечірілгені себебінден тазминат етмек қарары алынды. Паралар 2017 сененің бюджетіне кірсетілді. Қайт етем ки, мұнда фарқы жоқ, нефақа олған инсан çalışа яда жоқ. Русияда яшаған декабрның 31-не қадар нефақа алған әрбір инсан 5000 рублей миқдарында параларына алacak. Параларны Русия Федерациясында яшаған ве 2016 сененің декабрь 31 күніне қадар нефақачы сайланған инсанлар алacaklar. Параларны алмақ үшін бірде-бір ариза язмақ шарт дегілдір. Обращаться в органы пенсии. Параларны алмақ үшін нефақа фондына мұрачет етмек ве аризаларны язмақ ләзім дегіл. Түневін кредит мөссеселеріне параларның yollanılығы олып кечті. Демек, кім банк қызметлерінен қоланғанлар параларны енді алдылар. Почта вастасы параларның yollanılығы жедвел бойынша январның 13-не қадар бежірележек. Қырым сакинлері нефақаға қошма паралар аққанда кешкен сене ешіткенлеріні қайдеттілер. Бұл паралар кішік олса да ярдым дей олар. Вы знаете, я пенсии. Білесіңіз, мен да нефақа алмайым. Ама менің өмір арқадашым нефақачы. Обеклей, умуми әрбір нефақаға 5000 рублей қошылса, да яқшы олар еді. Эбет біз қуанамыз, ама бұл аз. Үміт етеміз ки, бұл параларны алырық. 5000 рублей миқдарында пара ярдым етер тедавиленмеге, базы илачларына алмаға. Чөнки әр шей паалыдыр. Бүгінгі вазиетні аңлар екенміз, бүгін Қырымда яшамақ керек. Век қысмет олса, әр шей яқшы олар. Нефақаға қошма 5000 рублей миқдарында параларны поштачылар кетірежеклер. Банк қызметлерінен қолданған инсанларға пара карточкаларға yollanılacak. Мавиле Юб, Алишер Алимов, Дмитрий Завой, Миллет үшін. Украинада тек 56%ға яқын ішлеп олған инсанның еш ері бар. Бұл ақында ичтимай саясетінің назирі Андрей Реба хабаретті. Ішке еріған 26 миллион инсандан, яғни 15 яшындан башлап 70-ке гражданлардан тек 16 миллионны еш ерінің сайбы ола. Бүгінгі күнге назирінің сөзлеріне көре девлетте дегерлі еш ерлерінің етішмемезлігі юз бере. О қайдетті ки 2015 сене санай сасында тек 2,6 миллион инсан çalışайды. Бұл есе ғайет алчақ көстергіштір. Бұнен бәрабер Украинада çalışқанлардан 20% фуқаре категориясына кіре. Назир қошты ки, бұл ал күтлеве миграцияны доғыра. Хусусан иш тапмақ үшін чоқысы инсанлар Евросоюз мемлекетлеріне ве Русияге yol ала. Телевидение ве радио яйынлав бойынша Украинаның милли шурасы провайдерлеріні Русиелі Дождь телеканалыны тоқтатмаға мечбур етті. Бұл ал Қырымға низбеті нұқтай назар үлі бағлыдыр деп хабареті Детектор Медиа адлы сайт. Қайдетмелі ки, Дождь телеканалы Қырым Русия Федерациясының қысмы олғаны ақта малуматны дарқатқаны үшін рұқсет етілген каналлар жедвелінден чықарылды. Русия Федерациясының тыш ішлер назирлігінің ресми векілі Мария Захарова білдірді ки, егер Украина акимиетлері Русиелі Дождь телеканалы тоқтатмақ ақта қарар алсалар, Москва Авропада қапсызлық ве ішбірлік бойынша тәшкілатыны хабардар етмеге ниет еті.
Кечкен сене девамында Буллюр адлы Қырым мұсылманлар қадынларының жемат бірлешмесі Қырым мұсылманлар діни идаресінің қолдықтывы еле баланы қувандырмақ севаптыр адлы уч акция өткерді. Жемат ырбаплары оксыз вет толы олмаған айлерден 100-ге яқын балаға байрам бағышладылар. Мирасим Ахмезджит Джурчи ве Қалай қасабаларында олып кешті. Тәфсилатлы же Айшы Шулакованың левқасында. Ислам дінде өксіз баларға айры диққат айырыла. Буллюр адлы Қырым мұсылман қадынларының жемаат бірлешмесі мұнтазам сүретті чешітхаре акцияларда иштирак етті. Баланы қувандырмақ севаптыр адлы лейха өксіз анасыз яда бабасыз Қорантада өскен кенжелерінің яшайышыны гүзелче етмек, куванч ве бақыт бағышламақ үшін өткеріле. В наших списках появились также и папы-одиночки, которые... Жедвелерімізде бабалар балаларыны ямлыз büyütкен ахайлар да раст келе. Біз өксіз кенжелерінің ана бабалары еріні аламамыз әлбетті. Ләкин біз оларға ярдым етмеге істейміз. Олар білсінлер ки, бұл дүнияда балалар ямлыз дегелер. Келечек тедбір Акмечит районында кечірілмесі планаштырыла. Ләкин ойынжақлар сатын алмақ үшін спонсорлар керек. Жемаат эрбаплары первасыз олмаған ватандашларымызны балачықларының арзуларыны керчеклештірмеге чағыры алар. Балларының күнделік яшайышына күнеш нұрыны көрсетмеге ниет етелер. Кемерде атта толы қоранталарда балларны büyütмек, тәрбие етмек қиын ола. Бабасы яда анасы олмаған әйледе есе бұ да зияде ағырдыр. Просим не только спонсоров, людей. Біз тек спонсорларға дегелде бүтін ватандашларымызға мұражатта болунамыз. Ойынжақларны сатын алмаға ярдым еткенлер керек. Егер бізге мал уджужжа сатылса, біз топнен сатын алмаға азырмыз. Белки де бірісі бедава бағышлар. Бұл савап иштір. Балаларны қувандырмақ бұл саваптыр. Шымдеки заман өксіз балачықларға бақшышла сатын алмақ үшін малие топланылығы девам еті. Истегенлер тафсилатлы малюматларны ичтимai ағларда Буллюр адлы Қырым мұсылман қадынлары жемаат бірлешмесінің группаларында тапа білер. Бұндан ғайры экранларда көрген телефон номерларына телефон açmak мүмкін. Пейғамберіміз саллаллаху алейхи вассалям бізге мераметлікні әрекетлер ile ifade etmege emrete. Өксүзлер ақында раатсызланмақ бұл мераметлікнің en yüksek derecesi. Çünkü bu cömertlik hediye etuf kaygıruh ve dikkattir. Ayşe Şulakova, Akim Bekirov, Millet için. Алушта кемиеті шерінің мемуриет елбашысы Игорь Сотовның истифасыны қабыл етті. Яңы хабер тайынленгенже, оның вазифесіні шер мемуриет елбашысының муавини Алексей Байырчук бежережек. Игорь Сотов Алушта мемуриет елбашысы вазифесінде 2014 сене декабрінің бірінден берлі чалышып келді. Лекін 2016 сене декабрінің соңында кечірілген акимиет органларының фалиетіне қимет кесу нәтижелері бойынша Жұмхуриет елбашысы Сергей Аксенов Сотов іштен чықарылу уақында хабер етті. Ахмезджетте яқшылық құтысы акциясы черчевесінде мұқтаж олған ватандашларымыз арасында ашайт мақсулатлар ile торбалар дарқатылды. Лейха яңы олғанына бақмадан о ярым адамызның чоқысы районларыны қаплап алды. Яқшылық құтылары Қырымның чоқысы районларының түкенларында ерлештірілген. Акцияның манасы шундаки. Эрістеген ватандашымыз ашайт мақсулатларını сатын алып, оларны бұ құтыларының içinde қалдыра білер. Сон бұл маллар Буллюр адлы Қырым мұсылман қадынлары жемаат бірлешмесіне yollanıla. Олар Лейханың тәшкілятчылары сайылмақта. Муэссенің векиллері бұ ашайт мақсулатларını мұқтаж олған қоранталар арасында дарқаталар. Мұна бүгінде 10 торба ихтияч олған инсанларға дарқаталды. Çok sağ olun, sağlığınızı versin. По районам раздаем, у нас хорошо работают акции. Районлар бойынша çalışamыз. Бұл Жангой, Ахмеджит, Хурман районлары ve бүгінгі мақсулатлар Ахмеджиттеки Яғмурча, Ахмечет ve Navaromanovkada yerleşken tükenlarda жиылды. Акцияда iştirak etkенлері için tükenlarda çalışkan insanlarga ve vatandaşlarımızga çoğdan-çok teşekkürler bildirmege isteyik. İşke koşulmağa istegенлер koşma 79 78 86 39 979 telefon numarası ile bağlanabilirler. Ayşe Şulakova, Akim Bekirov, Millet için. Ахмезджетте Қырым татар истихбаратчысы Русия қараманы Алиме Абдинанованың қатырасына бағышланған сантырач ойыны бойынша турнир олып кечті. Ярыш Қырымның әрбір көшесінде 30-ға яқын иштиракчыны топлады. Біздің мұхбирimiz Султания Ситакаева сантырач медениетінің қадіріне еткенлерінен таныш олды. Ахмеджит Сантырач Федерациясының президенті Рустем Эмиров білдірді ки Совет бірлігінің эки дефа қараманы Амитхан Султан қатырасына бағышланған Сантырач бойынша турнирлер енді 8 ел девамында кечіріле. Бұл сене есе Русия қараманы Алиме Абдинанованың қатырасына бағышланған турнир кечірілмесі аққында қарар алынды. Былтыр біз епқандик турнирны хоштақ.
о хатиресін яптық Амитхан Султан ве Лем Абдинанова. Бұл енді айырдық. Енді бұл бұл бірінші кере олacak bu турнир. Алиме Абдинанованың хатиресіне. Сантрач ойынчылары 9 тур кечірділер. Әрбір ойынчыға партияның сонына же 3 дақиқа ве қошма 2 сәние берілді. Энвер Османов бойле турнирлерде бірінші сефер іштірак ете. Қайдетті ки Сантрач ойынының 14 яшында мирақланып башлады. В свое время был чемпионом Узбекистана. Да, мектепте оқығанда Өзбекстанда талебелер арасында чемпион oldu. Сантрач ойыны адамларны инкишаф етірі. Gençlerimiz Сантрач ойынен мирақлансалар пек яқшы olur еді. Мектеп талебесі Анастасия Мухтарова Сантрач ойынын 7 яштан берлі мирақлана. Итифар етті ки бабасы Сантрач ойынын севгі ашлай. Анастасия Сантрач ойынын жидді оғрашмаға планлаштыра. Отец меня научил играть в шахматы. Сантрач ойына мақтамана бабам огретті. Бұтын қорантам бұ ойынны бегене. Менім яшайышым үшін бұ бек иметледір. Мен 10 жылдан берлі Сантрач ойынен мирақлана. Келечекте жидді оғрашмаға ниетленем. Қайдетмек керек ки Анастасияның ұстазы, яни бабасы да іштірак етті. Тамам о купнын ве 5000 рублелік малие фондын сайбы oldu. Ciddi oyunda 2. yerini Sergey Yarый kazandı. 3. yerge ise Santraç sport ustası Ramiz Kubedinov nail oldu. Erбір iştirakçı Fahri yarılıklar ile mükafatlandı. Sultaniye Sitakayeva, Akim Bekirov, Millet için. Evelizilden beden terbiye ve sport insanın hayatında mühim vazife beceri. Kontakt terbiye sanatının çeşitleri çok. Tekvando onlarının birisidir. Kırım Cumhuriyeti'nde bu spor çeşidi nasıl inkişaf etken hakkında bizim muhbirimiz Sultaniye Medjid bile. Tekvando bu Koreya arbiy sanatıdır. Bugünkü günge bu spor çeşidi bütün dünyada faal surette inkişaf etti. Kırım'da istisna değil. 2014 senesi Avgust'un 27'sinde Kırım Cumhuriyeti Tekvando Federasyası açıldı. Bugünkü günge yarımadamızda 15'ten ziyade Tekvando seksiyası çalışmakta. Егерден eştirsek bölük karar çıkarıp olurmuz. 2014 senesi çempionatın açılığında 130 sporcu iştirak etti. 2016 senesi 280 iştirakçı katnaştı. Балалардың диққатыны tekvandoға 10 yaştan başlap jelbetemiz. 7 yaşlı Arslan Umerov kırmızı kuşaklı sahibi. Onun sözlerine göre ailenin bir azası mütehassıs sporcular. Onun için o tekvando ile balalıktan uğraşı başladı. Küçük Arslan onun ağası Şevket Umerov'a oşamağa istey. O 3. dan kara kuşaklı sahibi idmancı Kırım ve Ukrayna'nın çok defa çempiyonudur. Men 2 yaştan başlap bu spor çeşitinin uğraşam ve menin bütün ailem bu yönelişten uğraşam. Erkun zalga katnap anda idman etem ve kimerde evde uğraşam. Kızlar da tekvando'nun uğraşalar. Elvina Yusupova 1. sınıfta okuy. Tekvando ile tek 3 ay uğraşkanına bakmadan o yarışlarda iştirak ettim. Men 3 yarışlarda iştirak ettim ve 4 medal aldım. Bu mükafatlarını men sparring ve tul uruşlarda kazandım. 5 yaşlı Elina Berberova 3 ay devamında tekvando'nun uğraşa. Kışçı hayta ki bu spor çeşidi pek begene ve muvaffakiyetli sporcu olmağa istey. Men çempion olup çok medal ve kuboklarını elde etmege isteyim. Yanvarın 21'inde Aluşta şehrinde tekvando boyunca Kırım çempionatı olup geçecek. Anda 300'ge yakın sporcu iştirak edecek. İstegenler hepsi kelip iştirakçilerge hol tutabilirler. Sultaniye Medjid, İbrahim Ganiyev, Millet için. 10 yıl evvelsi 20 yaşlı Nuri Osmanov canavarca öldürüldü. Bugün saat 21'de Millet telekanalının Krımski konsensus tок-шоусында Норик Ширин «Цена за жизнь» сериалы vesikalı film takdim edilecek ve mında tahqiqatlarının tafsilatları seslendirilecek. Bu noktada yayınımız sonuna etti. Bizim muhbirlerimiz yangi malumatlar üzerinde endi çalışmaktalar. Növbetdeki Rus tilindeki haberlerini meslektaşım Neriman Tarsinova alıp baracak. Onlarını kaçırmanız ve tışta kış havası olğanına bakmadan evlerinizde daima sıcak mühit hüküm sürsün. Yarınға kadar sağlık yan kalınız.